барлығын уақыт көрсетеді деген сияқты ғой. Ертең болашақта может одан да жақсы жігіт жолығады дегенге бір үмітпен қарайсың да. Бірақ қазіргі қайталанып жатқан осы қосақ бағдарламасына уже бір жылдай болып қалды келгеніме. Бірақ ана үміткердің соңынан андай да қайталана береді да. Мен жұмысым көп, менің шаруам көп. Мен де соны жарнамада Хадиша ойландым. Осы маусым барысына көз жүгіртсек, сізде бір салмақты, мағыналы таныстық болмаған екен мүлдем. Мүлдем бірде-бір таныстық, міне бір шарықтау шегіне жететіндей, жұпты қарақатынасқа дейін болатындай мүлдем болмаған ғой. Енді оның сыры неде? Білмеймін, Диана ханым, мен ешкімді сөккім келмейді бұл өмірде, ешкімді де бір сынағым да келмейді. Мүмкін бір бұл Аллахтың бұйрығы шығар сондай, мен білмеймін ғой. Жоқ, Хадиша, мынандай ғой, негізінде бағанағы бер әңгімелерді өте әдемі айтып отырсың, шыны керек. 5-ші сыныпта бастап көмектестім деп жатырсың. Бірақ енді қазір уже бойжеттің, тұрмысқа шығатын қызсың. Сен ата-анаңа барынша көмектестің, енді сен қазір өзіңе қарау керексің дегенде ғой. Енді қызға бағанағы бер нәзіктік туралы айтып жатырмыз ғой. Хадиша, неге саған үміткерлер келеді, бірақ енді соңында келмей кетіп қалып жатады ғой, оның бәрі дұрыс, сен өзіңе іздегенің дұрыс деп ойлаймын. Өйткені қызға нәзіктік қалай келеді? Сен енді кездесуге шығатын уақытта кәдімгідей боянып, шашыңды бұйралап, әдемілеп, көйлек киіп, көйлекті андай жиі кию керексің да, сен күнде андай шалбар киесің, өзіңді андай мықты қыз ретінде санайсың, бірақ сонда да сені кішкене андай да өзіңді батылмын деп іштей санап алғансың да, бірақ оны кішкене сырт тастау керек та. Уже көйлек ки, жігітке әдемі сөйле, қатты дауыс көтерме, қырсықтықты қою керек. Уже сен қалай айтсам болады? Кімнің қызы сөйлеп жатыр? Жоқ, Диана ханым, тұрмыс құрайын деп жатқан сияқтысыз, Диана. Құдай қаласа. Жоқ, егер де сондай болып, сен өзіңе қатты внимание бөліп, өзіңді жақсы көрсең, саған любой жігіт қарайды. Мәссаған. Барлық осы красавчик деген жігіттің өзін сен қарата аласың. Просто сен кішкене өзіңмен жұмыс істеуің керексің да. Просто бағана да айтып жатыр ғой, нәзіктік деп ше. Тек қана андай ғой, оны адам іштей өзіне қалыптастырып алады да. Мен де өзім негізі кезінде енді шалбар көп киіп өзімді бір андай бала сияқты санайтынмын да енді кезінде, бірақ енді қазір отношения келгеннен кейін қазір өзімді барынша нәзік, сыпайы, өз ер азаматым жанында әдемі көрсеткім келеді да. Так что соны да саған кішкене совет қой. Хамрақұл шіркін риза, майдай жақты мына сөздер Хамуға. Енді Диананың пікірі тікелей өзінің тәжірибесі. Хамрақұлмен қалай барлығын құрды, арақатынаста Хаму үшін қандай өзгерістерге ұшырады, өзінің сондай бір кеңесін айтып жатыр ғой Хадишаға. Ерасыл, сіз не дейсіз? Диана ханым, мен не деймін? Мұн жақта енді... Сіз не дейсіз? Мына жақта мен енді екеуін де қолдамаймын, Диана ханым. Шынымен де жігіттің де өзі мұн жаққа келіп қадамын жасаған соң, бұның да істеп атқан дұрыс емес. Бірақ Хадишаны да шынымен де енді батыл қыз дейміз, мықты қыз дейміз. Бірақ та Хадиша енді өзіңнің жігіт саған қарай жағу үшін сенің де өзіңнің сол барлық айтып атқан нәзік мінезді ояту керек та, Диана ханым. Шынымен мысалы элементарный стримді алсақ та ше Хадишамен, мен ұтуға қорқам Хадишаны, Диана ханым. Ан жерде ұтып кетсем артымнан қуып жүріп сабайма деп қорқам, шыны керек. Ерасыл деп маған жынданады кәдімгідей, Диана ханым, шыны керек ше. Сондықтан Хадиша өзіңнің біраз нәзіктігіңді оятып мұн жақта осы бір жыл бойы саған қанша үміткер келді негізі Хадиша, соны сұрағым келеді сенен. Қанша үміткер? Диана ханым, білмеймін. Мен негізі есте сақтап қалғанын айтайын ба? Осы Тимур мен Бейбарыс қой. Бейбарыс, Жігер, Шеу, одан бөлек тағы да болды ғой негізі үміткерлер. Бір есте бір батыстан келген жігіт болды, есіңізде ме? Онға жуық боп қалады ау негізі. Онға жуық? Ойбай. Ойбай. Мен бір 3-4 деп естіп қалдым да, Диана ханым, негізі. Бірақ та, жоқ, Хадиша, соны айтарым, сен өзіңмен жұмыс жасауың керек негізі. Негізі жап-жақсы қызсың негізі. Барлығына ақ көңіл қызсың да. Сол андай біраз нәзіктігіңді оятсаң, сенен жақсы қыз шығады. Хадиша, сізге сұрақ. Сіз үнемі ортаға шыққан кезде, белгілі бір тақырыптар көтерілгенде үнемі көзіңізге жас алып қаласыз. Соған қарап, мен ойлаймын, сіздің ішіңізде бір әлі жарасы жазылмаған мұң жатқан сияқты. Өйткені кез келген тақырыпта бірден Хадиша көзге жас алады. Сөйлей бастайсыз, даусыңыздың дірілі шығады. Ол неге байланысты? Ол сіздің балалық шағыңыздан ба? Ол сіздің сол соңғы арақатынасыңыз ба? Ол не? Ол мектеп пе? Ол жастық шақ па? Жоқ, Диана ханым, қалай айтсам болады? Мен
жаңа айтып отырсыз ғой, бұрынғы арақатынаста мен бұрынғы арақатынасқа ешқандай бір маған зардап тимеген. Айтсам болады, өте жақсы жігіт болды, арақатынас тоқтады, болды деген сияқты ғой, екі жаққа кеттік. Менің өмірімде болған ондай, айтсам болады, оны айтқым келмейді негізінде. Өткен айтады ғой, отбасылық бір не деп. Құпия. Өйткені мен қазір сізді ренжіткім келмейді, бірақ енді кез келген қатысушыға студияға қарасақ, белгілі кезде ол қатысушының қандай бақытты екенін көруге болады да, мен ол өмірге деген құштарлық пен бақытты, Хадиша, сіздің көзіңізден көрмеймін. Бір бақытты, шынайы, өз-өзіңізбен бақытты болып жүрген кезіңізді, шағыңызды мен байқамадым. Содан кейін менде осындай бір ой қалыптасты, сіздің ішіңізде бір нәрсе сізді жеп жатқан сияқты деп. Енді өмір болғандықтан жаңағын бәрібір керемет болу керек деген сөз емес қой. Иә, басымнан көптеген ауыр жағдайлар өткен, мен бірақ бұны бұл жерде айта алмаймын. Ол менің жеке басыма қатысты емес. Отбасылық мәселе деп жаба салайық, иә? Иә, оны да айтсақ болады. Негіз бір оны айтқым келмейді жаңағы. Оны ашып олай айта алмаймын. Өйткені ол нәрсе кәдімгідей маған ауыр тиді, өзім айтсам. Демек сіз ол нәрсені әлі жібермедіңіз ғой, иә? Жоқ, жаңағын негізі жібергем. Просто үлкен із қалдырып кеткен, иә? Иә, негіз балалық шағым өте керемет өткен. Өте жақсы өткен. Мен анама кәдімгідей алғысым шексіз. Хотя көп нәрсені жоқтатпай. Барлығын алдымызға тосып, осылай өсіргенде мен анама алғысым шексіз негізінде. Оны айтқым келмейді, Диана ханым. Егер айтқыңыз келмесе айтпаңыз. Диана ханым, мен бір-екі сөз айтып кетсем. Хадиша, кешірім сұрайым, осындай жағдай болғандықтан. Арақ бақытыңды табасын. Өмірден жылап, түңіліп, ешқашан бақыт ешкім таппайды. Адам дейтін кішкене күлімсіреу керек. Білем, адамда неше түрлі проблема болады, күлетін жағдайлар болады, жылайтын жағдайлар болады, бірақ өмірге сынбау керек. Өмір бұлмен бітпейді. Мен сенің, мысалы, жүрек қанша жігіт жаралады да, солардың қатарына қосылды, мен білем. Мысалы, қанша негатив кетіп жатыр. Мен де өздеріңізді менің орнына қойып қойыңыздар. Мүмкін түсінетін адамдар бар, түсінбейтін адамдар бар, ол жағын айта алмаймын енді. Бірақ та саған алдында шын бақыт тілеймін, шын жүректен бақыт тілеймін, ешқашан жылама. Арақ өз бақытыңды табасың. Бұл мысалы мүжені таппасан да, бұл өмірде табылады. Қасыңа сен осы мінезіңді қабылдай алатын, мен қабылдай аламын ба деп ойладым, бірақ мен қателестім, қабылдай алмадым. Ол мінез маған қатты ауыр болып кетті. Кешірім сұраймын. Бүкіл халықтың алдынан кешірім сұрап отырмын. Сондықтан да, Хадиша, ешқашан мұңайма, жылама, арақ бақытың табасын. Тілектеспін сол бақытын табуға. Және Хадиша қатысушылардың ішінде ешкімге өзінің сырын айтпайды, иә? Ешкіммен жақын араласпайды. Иә? Аралас. Айдана? Негізі бар ғой, Диана ханым бағана бері жігерді тыңдап отырды. Негізі өте дұрыс сондай сөздер, өте дұрыс пікір айтып отырсыз. Хадиша, былай да біз кей жағдайда неге біз қасындағыларымыздан бір қателік іздейміз да, бірақ біз өзіміздің біреуге сенбейтінімізді, соның барлығын почему-то навешиваем ярлык қасымыздағы адамға да, а ол дұрыс емес. Пока сен жүрегіңді ашпағанша, пока сен жаңағы сенбегенше, сенің қасыңда сенімді адам пайда болмайды. И ол, например, сен жігіттерге сенбеймін дегенге жігер кінәлі емес. И поэтому он вот здесь крутится и не поймет, нағызға қалай подход табамын дегендей. Мен енді ғана соны түсініп отырмын. Хадиша, сен өте жақсы қызсың, иә? Бывает, Диана ханым, көбінесе да, тикток желісінде отырады ғой. А негізі, вот именно сол виртуальный мирға кімдер кіреді, Диана ханым? У кого в жизни не все хорошо. То есть, кәдімгі өмір, ол адамды қуантпайды, ол адамды бақытты етпейді. Және де ең жеңіл жол, ол виртуалды өмірге кету, сол жерде күлу, ойнау, потому что ол жерде сен шынайы емессің, ол жерде сенде проблема жоқ, ол жерде тек қана қуаныш, күлкі, айқайлау, білмеймін ғой, ол жерде стримде не істейтіндеріңізді. Поэтому, Хадиша,
Өз-өзіңе көңіл бөл. Диана өте дұрыс айтты. Для начала просто начни көйлек киюге. Диана ханым ол кәдімгідей женская энергияны өте қатты көтеретін киім, косметика, әдемі әшекей бұйымдар. Хадиша, саған оның барлығы жарасады. Сен өте сұлусың. Сен өте харизматичный, өте талантливайсың да. Соның барлығын ашуға жай ғана тырысып көрші. А оның барлығы үлкен-үлкен жұмыс. Диана ханым, мен Сара. айтайыншы.